Армысыздар, құрметті қолжазбалар сөйлейді бағдарламасының қонақтары. Бізде бүгін қонақта Еуразия ұлттық университеті тарих ғылымдарының докторы, Отырар кітапханасы ғылыми зерттеу бөлімінің басшысы Мақат Данагүл Ахметкәрімқызы. Данагүл ханым, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Еліміз тәуелсіздігін алғаннан 1993 жылы саяси қуғын сүргінге және ашаршылық құрбандарына байланысты жаппай ақталу мәселесі Қазақстан Республикасының президенті, тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев заң қабылдады, Қазақстан Республикасының заңын қабылдады. Содан 1997 жылда саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандар жылы деп белгіледі. Сонымен бірлікте 31 мамырда саяси қуғын сүргіндер және ашаршылық құрбандар күні деп белгіледі. Осы туралы енді сізге дайындаған бірнеше сұрақтарым бар еді. Бірінші сұрақ: тарих ғылымында 20 ғасырдың 30 және 50 жылдарындағы саяси қуғын сүргіндерге байланысты әртүрлі көзқарастар бар. Осы туралы қандай ойыңызбен немесе қандай ғылыми тұжырымдамаңызбен бөлісе аласыз? Осы туралы қысқаша нұсқа сөйлеп өтсеңіз. Рахмет. Бүгінгі қолжазбалар орталығының арнайы бағдарламасына шақырғаныңыз үшін. Енді сіздің айтып отырған мәселеңіз қазақ қоғамындағы, әсіресе тарих ғылымында 80 жылдарының соңынан бері қарай қарастырылып келе жатқан өте өзекті мәселе. Енді тарихшы ғалым ретінде сіз қандай баға бересіз деп отырсыз ғой. Бұл мәселе өзі ұзақ уақыт құпия болып келді. Тек қана 80 жылдардың соңынан біздің қазақ интеллигенциясын ақтау басталды. Онан кейін арнайы комиссия құрылды. Онан кейін кезеңде өзіңіз айтқан жаңағы арнайы жол белгіленді, заң қабылданды дегендей осындай арнайы зерттеулерге, ғылыми зерттеулерге жол ашылды. Сонан бергі кезеңде осы кеңестік тоталитарлық жүйенің 20-шы, 30-шы, 50-шы жылдарындағы саяси қуғын сүргінге байланысты және осы кезеңде не себепті саяси қуғын сүргінге жол берілді, не себепті миллиондаған жас адамдар атылды, немесе жауапқа тартылды, қуғын сүргінге ұшырады. Бұл мәселеде тарихи деректерді сараптап қарап отырған кезеңде кеңестік жүйенің негізгі орныққандағы мақсаты бұл алдындағы патшалық кезеңдегі отаршылдық саясатты ары жалғастыру. Қызыл империя жағдайында коммунистер билік басына келді. Енді жаңағы олардың декларациясында, декреттерінде айтылды, бұрынғы бұратана халықтарға еркіндік, тәуелсіздік беру, олардың мемлекеттігін қалпына келтіру деген сияқты. Бірақ та ол тек қана декларация түрінде қалды, немесе декрет түрінде. Ал бұл жүйе сол патшалық отарлауды онан ары жалғастырды. Сондықтан осы кезеңдегі қуғын сүргіннің негізгі мақсаты, мысалы біздің Қазақстан жағдайында қазақ еліне еркіндік әперу емес, қайта оны бұрынғы отаршылдық қамытын кигізіп, Қызыл империя жағдайында оны экономикалық, рухани, мәдени жағынан толық отарлап отыру. Сондықтан да еркін ойлы азаматтар, алаш селолары, онан кейінгі коммунистік партияның құрамында болған сол кезеңде өзі коммунист бола отырып, осы қазақты коммунистік партияның сол кезеңдегі жүйенің жағдайында еркіндік әперу, экономикасын тәуелсіз ету, рухани мәдени салада алға жылжу мәселесін көтерген қазақтың интеллигенциясы да жазықсыздан жаз ұлтшылдыққа, оңшылдыққа, әртүрлі шылдықтарға айыпталып қуғындалды. Не себепті? Ол өзінің елдің еркіндігін, ол саяси, мәдени, рухани бүкіл саласының даму ерекшелігін, қазақтың бүкіл түп тамырынан қалай дамып келе жатыр, соның бәрін біліп отырған интеллигенцияны ұлтшылдыққа немесе жазықтан жазық ағымдарға айыптау, бұл тек қана отаршылдық саясатын жалғастыру мақсатында жүзеге асырылды. Мен солай ойлаймын. Рахмет. Қазіргі 20 ғасырдың 30-50 жылдарындағы осы біздің зиялы азаматтарымыз жазықсыздан жазықсыз атылып кетті. Солардың өмір туралы, тарихи құжаттары туралы, яғни солардың атылу жазасына кесілген туралы қандай бір ғылыми еңбектерді ұсына аласыз? Осы туралы тоқталып өтсеңіз. Бұл кеңестік тоталитарлық жүйеге байланысты мәселе.
тек қана біздің Қазақстанда емес, бүкіл әлем бойынша зерттелуде. Бұл мәселе, мысалы, біздің кеңестік жағдайда, анау жабық есік жағдайда изоляцияда отырған кезде, батыс елдері бұл мәселені зерттеп жатты. Кеңестер одағында орныққан жүйе, қалдай жүйе, ол жақта саясаттану, басқа ғылымдар дамыды. Бізде мысалы саясаттану деген ғылым ол кезеңде болған жоқ. Тек қана тарихтың өзі, мысалы айталық, біздің Қазақстан тарихы, немесе басқа 15 одақтас республиканың тарихы, кеңестер одағы деген үлкен тарихтың ішіне кірістіріп қаралды да, олардың тіпті оқулығы мынандай, жаңағы пышақтың қырындай ғана оқулықпен оқып. Ал осындай жағдайда басқа елдерде ол мәселе қарастырылып жатты. Тіпті сол кезеңде айталық, Германияда, Италияда, кеңестер одағында осындай тоталитарлық жүйелердің белгілері бар, орнығып жатты. Олардың бір-бірімен айырмашылығы қандай? Кеңестік орныққан жүйеде, ондағы бүкіл жаңағы 15 одақтас республикада бұл мәселе қалай қойылды? Мысалы, Қазақстанда айыпталу қалай болды, қандай әдебиетті оқисың деген мәселеге мен айтар едім. Қарасаңыз, осы саяси қуғын-сүргінге байланысты библиографиялық көрсеткіштер бар, том-том еңбек. Ол шетелдік бар, ол ресейлік бар, ол біздің қазақстандық бар, мысалы, қазіргі біздің көрші елдерден көп. Сондықтан бұл мәселені егерде зерттеуші маман ретінде болса, айтар едім, біріншіден ол бірінші маман ретінде осы мәселені қараған бүкіл әлемде шыққан, және өз елімізде шыққан, бұрынғы кеңестік тоталитарлық жүйенің құрамында болған елдердегі шыққан бүкіл әдебиетпен танысу керек. Ал өз еліміздің жағдайында бұл 80-ші жылдардың соңынан, 80-ші жылдан бері біздің ақталған қазақ зиялыларының өзінің еңбектері және ол туралы зерттеулер, әртүрлі жаңағы комиссиялардың қорытындылары осылар шыға бастады. Онан кейін үлкен жаңағы монографиялық еңбектер, мысалы алғашқы еңбектер ретінде Манаш Қозыбаевтың, Кеңес Нұрпейісовтің, Мәмбет Қойгелдиевтің, Талас Омарбековтің, Хангелді Әбжановтың, басқа да біздің қазақ зиялыларының, қазақ тарихшыларының еңбектері жарияланып жатты. Онан кейінгі жылдарда ғылымда орта буын бар, жас буын бар, олардың да зерттеулерінде осы кеңестік тоталитарлық әр қырынан арылған. Біреу айталық шаруашылық мәселені іздейді, біреу идеялық мәселелерді зерттейді, біреу қазақ интеллигенцияның тарихы мен тағдырын зерттейді. Осындай өте көп ұшан теңіз еңбектердің ішінен әркім, әр зерттеуші немесе қоғамдағы кез келген оқырман сол еңбектерден бұл мәселенің өзіне қызыққан саласы бойынша табылады. Қай мәселе бойынша, мысалы айталық, саяси идеялық мәселелерде, әсіресе бұл кезеңдегі ең ушыққан, ең осы негізгі мәселенің түп тамырын ашып беретін саяси идеялық мәселелерге байланысты зерттеулер, өйткені сол кезеңде өзіңіз сұрақ қойып отырған мәселеге қатысты айтып отырмын. Ол жүйенің орнығуына не себеп болды? Ол жүйеге қарсы шыққандар болды ма? Немесе бізге 70 жылдан бері жаңағы бір қияли тұжырымдарды айтып келді ғой. Ұлтшылдар, алашордашылар, буржуазиялық, анау-мынау деген. Осының бәрі шын мәнінде өзінің халқына қарсы тұрды ма? Ал олай болған жоқ. Ол кезеңдегі архив материалын болсын, баспасөздегі материалды болсын, шам теңіз көп ол кісілердің өзінің жазып кеткен төлтума еңбектерін қарап отырсаңыздар, бұл кезеңдегі ақтаңдақ мәселелердің түп тамырын, сіз жаңа айтып отырсыз, 20-30 жылдары қуғында, ал кеңестік қуғында ол большевиктер билікке келе салысымен басталды. Мысалы, кеңестік тоталитарлық жүйенің қуғын-сүргіннің өзінің үлкен үш кезеңі бар. Кеңестік 17-ші жыл большевиктер келгеннен бастап 20-шы жылдардың соңына дейін, 20-шы жылдардың соңынан айталық 37-38 жылдардағы үлкен террордың шыңы, онан кейінгі кезеңдердегі Сталин қайтыс болғанға дейінгі кезең, онда жаңа соғыс жылдарда саябырлаған құсады, онан кейін қайта өршіді ғой 46-шы жылдан кейін. Осы қуғын-сүргін біздің қазақтың қанша интеллигенцияны Бекмахановтар бастаған қуғындалатын, Абайдың ақындық мектебіне байланысты тағы көп, Жұмағалиевтердің қазақ әдебиетіндегі. Онан кейін бұл жүйе ешқайда құрып кеткен жоқ, сақталып тұрды. Онан кейін Сталин өлгеннен кейін кезеңде жылымық деп айтамыз, уақытша жылымық болды. Өйткені қазақ зиялыларының бәрі ақталған жоқ қой. Ол жаңа бүгінгі күнге дейін комиссия құрылып отыр. Мысалы, айталық, екінші комиссия құрылып отыр. Бірінші комиссия 90-шы жылдары өзіңіз айтқан. Екінші комиссия құрылып отыр. Бұл кезеңдегі жаңа бүкіл құжаттар құпия, өте аса құпия сақталды. Сондықтан бұл кезеңнің ақиқатын ашып зерттеу әлде де жалғасады. Бүгінгі күні міне, қазір енді өзіңізде мүмкін сұрарсыз. Бүгінгі комиссияның атқарып жатқандары бар. Осы атқарып жатқан жұмыстың аясында қаншама деректер ашылды.
қаншама құпия құжаттар ашылды. Мысалы, біз өзіміз жұмыс жасап отырмыз. Осы Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитеті архивінен бастап, ішкі істер министрлігінің архиві, осы жердегі архивтегі қанша құжаттар ашылды. Ал құжаттардың ашылуы бұл дегеніңіз осы мәселеге байланысты ақиқаттың онан сайын тереңдей ашыла түсуіне әсер етеді. Бұл зерттеу жұмыстары сол кезеңде аяқталуы мүмкін. Бірақ онда да менің күмәнім бар, қашан бүкіл деректер айналысқа шыққан кезде. Ол бүкіл тарихшылардың қолына толыққанды зерттеу жасап, ақ-қарасын ашуға мүмкіндік туған кезеңде. Ал қазіргі күніміз, мысалы, біз осы мәселеге байланысты, мысалы, 30 жылдан артық уақытта зерттеу жүргізіп жатырмыз. Ал оның әлі де құпия құжат түрінде сақталып жатқан қат-қат тарих әлі. Сіздерге мына қауіпсіздік комитеті, прокуратура құжаттарды бере ме сіздерге? Бұл құжаттарды бермесе, біз зерттеу жаза алмайтын едік. Мен сізге айтайын, қазір әртүрлі шетелдің архивтеріне де шығуға мүмкіндік болып жатыр ғой, бірақ та біздің Қазақстанның өзінің архивтеріндегі құжаттардың өзі енді теңіз бен ұшан теңіз, қай саланы алып қарасаңыз да. Енді осы зерттеу жұмысы барысында кандидаттық, докторлық жұмысты басында негізінде архив құжаттары, баспасөз, араб, латын тіліндегі соларды қарастырдық. Ал мына комиссия жұмысы барысында қазіргі күні бұрын құпия болып келді құжаттар. Соларды қарап, тексеріп, оқып, соны құпиясыздандыруға жаңа ұсыныс жасап жатырмыз біздің комиссияның мүшелері. Әрине, зерттеймін деген адамға кез келген архивтің тарих, әрине ол кез келген, мысалы, көшедегі адам кіріп оны архивке кіре бермейді. Оның өзінің белгілі бір тәртібі бар. Рұқсат, қағаз керек, жаңағы әртүрлі деректің құпиялығына байланысты. Соған байланысты алып, қазір архив мамандары Қазақстандағы өте мәдениетті, өз біліктілігі жоғары мамандар, мысалы, мен өзім барған жерде архив мамандары тарапынан бір сондай өз ісін білмейтін, немесе тосқауыл қойған, немесе жаңағы белгілі бір мәселелерге байланысты деректерді, әрине, ол деректердің ішінде, мысалы, бір құжаттан 30% алуға болады деген сияқты бір шектеулер болуы мүмкін. Немесе бір құжаттан 100 бет алу деген секілді, ол архивтің өзінің тәртібі. Ал жалпы маман адамға, тарихшы немесе осы саланың маманына архивтерге кіріп жұмыстауға мүмкіндіктер бар. Материал ұшан теңіз, шетелдік. Бәрімізге жетеді. Рахмет. Бізде саяси қуғын-сүргінге байланысты, саяси қуғын-сүргінге ашаршылық құрбандарына байланысты бізде толық ақ-қарасы ашылды ма? Немесе зерттелсе, зерттеу деңгейі қай деңгейде деп ойлайсыз? Былай айтар едім. Ғылым деген өзі жаңа тағы айтам. Ғылым деген бұл шексіз нәрсе. Оны бір шектеп, не жерде, осы жерде немесе айталық, бұл мәселені Данагүл Махатзев деген ары қарай мен зерттемеймін деген мәселе болмауға тиіс. Ғылым деген ол өзі солай, әртүрлі көзқарастан келіп ақиқат пайда болады. Немесе сен осылай көзқарас айттың, менің мынау көзқарасым осы жерде қатып қалу керек деп жаңа жас зерттеуші бір жаңалық ұсынып жатса, нақты деректермен оған да қарсы болуға болмайды. Ол ғылым алға қарай жылжып жатыр деген сөз. Енді бұл мәселенің ақ-қарасы толық ашылды ма деген сұрағыңызға, егер бұл толық ашылған жағдайда, мына екінші комиссия құрылмайтын еді. Сондықтан бұл мәселе толық ашылмаған. Және де 92 жылғы желтоқсанда егемен Қазақстанда бірінші комиссияның қорытындысы шықты. Сонда айтты, ашаршылыққа байланысты мәселенің басы ашық қалып отыр деді. Оның жаңағы құрбан болған адамдардың саны толық анық емес. Және де әртүрлі баптармен, 58-ші баптың әртүрлі тармақтармен қуғындалып, жаңағы әлі ақталмаған азаматтар бар. Көтеріліске қатысқан, көтерілістің басшылары солай. Сондай категориялар өте көп. Сондықтан бұл мәселені, жаңа тағы да айттым ғой, мына тарихи деректер ашылып жатыр. Қазіргі күннің өзінде мен мысалы барып, бұрын қол жетімсіз болған деректерді біздің ұсынысымыз бар, және арнайы органдардың өзінің тексерісі бар, оның арнайы жаңағы құпиясыздандырудың да несі бар, процедурасы бар. Сол бойынша көптеген құжаттар ашылды. Ашық тұр құжатты бар, көруге болады. Осы деректердің негізінде ақиқат әлде де ашылады, және де адамдардың, бізге белгісіз болып келген адамдардың есімдері. Миллиондаған адамдар қуғын-сүргіннен өтті. Оның категориялары бар. Айталық, анау халық жауы дегеннен бастап әртүрлі категориялармен қуғындалды.
оның ішінде әртүрлі жаңағы әлеуметтік топтар бар, олар бар. Олардың да бізге мысалы байлар қуғындалды, айталық, жаңағы тәркілеу кезінде деп айтамыз ғой, немесе жер аудардық деп. Олардың аты, жөні, тегі, оның семья, отбасы мүшелері қандай жаңағы тәркілеуге ұшырады. Соның бәрін әлі қарастыратын шаруа өте көп. Мысалы, осы комиссия басында 11 топ жұмыс жасады, қазір 10 топ кішкене жаңағы өзгерістер болды. Сонда жаңағы мен айтып отырған категорияның бойынша 10 топ әрқайсында 5-6 адамнан жұмыс жасап жатырмыз. Осы мәселенің бұрынғы кезеңде ашылмай қалған, қандай мәселе ашылмады, қанша адам екені анықталды ма, кімдер, аты, жөні, тегі, қай аймақтардан, осының бәрін зерттеу барысында үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сондықтан бұл мәселеге байланысты осы комиссия жұмысынан кейін негізінен бір үлкен зерттеулерге мүмкіндік болады, жол ашылады. Және де зерттеушілердің қазіргі мына жаңа бір буыны келеді деген өзім сондай оптимистік ойдамын. Сондықтан тарихшы ғалымдарға, мына саясаттанушыларға, осы саланың мамандарына, әсіресе жас университеттің зерттеушілеріне осы сабақтарын жақсы оқып, ғылымға бет бұрып, осындай ақтаңдақ мәселелерді зерттеуге құлшына кіріскен өте абзал. Рахмет. Данагүл Ахметке арғын қылсақ, сіз саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарына байланысты комиссияның мүшесісіз. Осы комиссия қазір не жұмыс істеп отыр? Комиссияда құрамында неше адам жұмыс істейсіздер? Қандай зерттеулерді алып барып жатсыздар? Алда қандай еңбектерді, ғылыми еңбектерді жарыққа шығаруды жоспарлап отырсыздар? Жалпы осы комиссияның мақсат миссиясы не? Осы туралы қысқа бір-бірден жауап беріп берсеңіз. Енді бұл комиссияның өзі құрылуы 2020 кімдер тарапынан құрылды бұл комиссия? Бұл әрине Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бұл мәселені көтерді. Ең бірінші, білесіз, кез келген мәселенің өзі бастамасы болады. Осы 2020 жылы 31 мамыр қуғын-сүргін құрбандарын ақтау күні қарсаңында үлкен конференция болды, үлкен республикалық конференция болды. Осында үлкен мәселелер көтерілді. Жаңағы сіз қойып отырған архивтер толық ашылды ма, осы мәселе толық қарастырылды ма, бұл мәселеде тағы да ақталмай қалған, жаңағы ақиқатты қалпына келтіретін, біздің қоғамды ұстап тұрған, оны алға жылжуға мүмкіндік жасайтын тағы да қандай мәселелерді қарастыру керек деген үлкен Қазақстанда интеллигенция мен ғалымдар арасында сондай үлкен басқосу болды. Осы басқосу барысында көптеген мәселелердің бет ашылды. Үлкен ғалымдар жаңағы біздің айтып отырған академик Қойгелдиев, Омарбеков ағаларымыз қатысып, бұрын ол кісілер бірінші комиссия құрамында болған ғой. Сабыр Ахметжанұлы Қасым қазіргі осы комиссияны басқарып біздің жаңағы бағдар беріп отырған осы кісілер бірінші комиссияның кезіндегі алған, ақталмай қалған мәселелерді ашып айтты. Одан кейін зерттеушілер өзінің зерттеу жұмысы барысында қандай мәселелерге басты назар аудару керек, осы мәселелер айтыла келе. 2020 жылдың 24 қарашасында біздің президентіміз, Қазақстан Республикасы президенті саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі жарлыққа қол қойды. Одан кейін тәуелсіздік бәрінен қымбат деген 21 жылы, есіңізде болар, кісінің мақаласы шыққан. Осы мақаласында екі үлкен мәселеге, біздің қазір қарастырып отырған екі үлкен мәселеге назар аударды. Ол бірінші алаш зиялыларындағы жаңа тағылымды ойлары, олардың пікірлері, оны құрметтеу, қоғамға таныстыру, осы мәселе болса, екінші ашаршылық мәселесіне назар аударды. Онан ары қарай бұл комиссия өзінің жұмысын жалғастырып, негізгі мемлекеттік бағдардың негізінде ешқандай саясатқа, ешқандай бір эмоцияға жүгінбей, тек қана архивтегі құжаттар негізінде осы мәселенің ақиқатын ашуды алдына мақсат етіп қойды. Енді жаңа сізге тағы айтқандай, мысалы Сабыр Ахметжанұлы бұл бүкіл басында 11 комиссия құрылған, әрбір категорияға, мысалы менің өзім қатысып отырған категориям осы саяси қуғын-сүргіннің методологиялық мәселелер. Ол қалай болды, қалай орнықты, қалай жүрді, айталық бүкіл Қазақстан аумағында қалай болды, ауыл аймақтарда мынау шығарған қаулы қарарлардың орындалуы қалай жүзеге асырылды, айталық орталық Азия мен бүкіл бұрынғы кеңестер одағының республикаларымен салыстырғанда біздегі
қуғын сүргіннің көлемі қандай деген секілді методологиялық мәселелер. Ал жаңағы басқа топтар да әртүрлі. Біреуде байқұлақтарды, коллективизация кезіндегі көтерілістерді, тағы дін адамдарын деген сияқты сол қазір 10 топ жұмыс жасап жатыр осы мәселенің ақиқатын ашу мақсатында. Енді қандай еңбектер? Бұл мәселеге байланысты өзі құрылған былтырғы жылы бір топ еңбек шықты, ашаршылыққа байланысты тағы. Және әрбір жаңағы топтар бар ғой құрылған. Солар өздерінің зерттеу барысындағы деректер жинаған монографиялық зерттеулерін ұсынып отыр. Мысалы біздің топта осы Ахмет Байтұрсыновтың биылғы жаңағы мерейтойлық жылына байланысты ол кісінің бұрын жарияланбаған еңбектері дайындалып жатыр. Мысалы, мен өз тарапымнан мына кеңестік тоталитарлық жүйені орныққанда, жай отыруға орнықтырмайды ғой. Баспасөз, бұқаралық ақпарат құралдары цензура деген мықты мекеме болған. Солардың осы кеңестік жүйенің идеологиялық тұрғыдан қалай орнықтырды. Сол мәселеге байланысты мен өзім жинақ және монография дайындап жатырмын. Мысалы, цензуралық мекеме Қазақстанда сол 20-шы жылдардың басында құрылды. Сол мекеме 91 жылға дейін жұмыс жасап тұрды. Онда, мысалы, біздің білетін, білмейтініміз бар, қаншама Қазақстанда шыққан еңбектер соның сүзгісінен өтті. Ол түгіл баспасөздегі әрбір сөз, баспасөз дайын болады, ол цензураға қарайды, солардың қол қоюымен ғана ол шығарылып жатты. Немесе саяси қуғын сүргін кезеңіндегі баспасөзді қарап отырсаңыз, арнайы тапсырыспен жасаған материалдар, мысалы, аяқ алып жүргісіз прямо көз сүрінеді. Осы мәселелердің бәрі сол цензура мекемесінің бақылауынан өтіп отырған. Осы мәселеге байланысты кеңестік, мысалы, тоталитарлық жүйенің орны, мысалы, 1917 жылы 25 қазанда большевиктер билікке келсе, 27 қазан күні осы баспасөзге байланысты декрет қабылданған. Соны өзінің тек қана осы орныққан жүйеге қызмет ететін баспасөздер ғана қалады. Айталық, Қазақ газеті жабылды. Одан кейін 20-шы жылдардың 25-шы жылдарынан Ақжолға шабуыл жасады. Бостандықты, Сана, Шолпан деген қазақ басылымдарындағы ұлт мәселесі, ұлттың негізгі рухани мәдени, тіпті әдеби шығармаларға дейін ол кезең неге олай жарияланды деген, олардың бәрін сүзгіден өткізіп, жабатын жауып, қосып, тек қана тоталитар жүйеге қызмет ететін басылымдар қалды. Мына идеялық мәселе деген, идеологияны орнықтыру деген өте күрделі мәселе. Осыған баспасөз мықты үлес қосты. Соған байланысты жаңағы бүкіл деректер жинағын, содан кейін цензурадан өтпей қалған шығармалар бар ғой, олар туралы жасалған рецензиялар бар, әртүрлі қаулы қарарлар бар, осылардың бәрінің негізінде. Бұл да қуғын сүргін ғой. Біздің адамдарға емес, біздің кітаптар да қуғын сүргінге ұшырады ғой, өзіңіз басқарып отырсыз қолжазбалар. Сол қолжазбалар орталықтарыңызға мысалы іздеп табу керек. Бір ғана данасы қалған еңбектер бар. Қазақ интеллигенциясының жазылған, мысалы, Мұхтар Әуезовтің айталық 34 жылғы жазылған қазақ әдебиеті деген кітабы 500 дана дайын шығуға дайын тұрып, тоқтатылып шықпай қалды. Тоқтатып тастаған, таратылды. Мысалы, сол бар ма сіздерде? Сол сияқты еңбектерді сіздер, мысалы, құнды еңбектерді, солардың бір данасы, 2 данасы, мысалы, біреу цензура мекемесінде болса, біреу партия органында қалып кеткен кітаптар, мысалы, бар. Осындай мәселелерге байланысты көптеген қаулы қарар процедурасы бар ғой, ол да кітаптың қуғын сүргінге салу. Осындай мәселеге байланысты еңбек дайындалып жатыр. Және қазақ интеллигенциясының әртүрлі, мысалы, ұйымдар, топтар болды, олар не қызмет істеді, не қандай мәселеге байланысты, соған байланысты біздің топтағы, мысалы, Жанна Қыдыралина еңбек дайындап жатыр. Соның кейін қазақтың сол екінші коммунистік партияның құрамында болған қазақтың интеллигенциялары бар ғой. Соларға байланысты, мысалы, менің өзімде Садуақасовшылдық, Қожановшылдық, Мендешевшілдік, Сейфуллиншілдік дегендерге айыптау болған. Енді қазір уақытты қыз, мен сізге айта берсем көп әңгіме, осы бір мәселе. Мысалы, біз Алаш деп Алашты жақсы білеміз ғой. Алашты жақсы білеміз, ал осы мынау Сейфуллиншілдікке, Қожановшылдыққа, Садуақасовшылдыққа айыптау, онан кейінгі мына Алаштың идеясымен жүрген, оның тәрбиесін алған қазақты большевиктердің билік жағдайында еркіндікке алып жүрем деген қазақ интеллигенциясын жою мақсатында осындай топтарды. Оңшыл ағым дегенді. Оңшыл ағымны бүкіл дейді, жаңағы айтып отырған ағымдардың көсемі, соның басында тұрған Садуақасов, Смағұл, Садуақасовшылдық деп, ол кісі ерте 33 жыл қайтыс болып кетті, қуғын сүргінге жете алмай қалып. Онда тағдыр өте қиын.
енді уланды деді, оны уланды ма жоқ басқадай жағдай болды ма, ол да мысалы зерттейтін ашатын мәселе, оның деректерін табу керек. Осындай кезеңдердегі жаңа өте көп құжаттар, айталық жаңағы үлкен республикалық көлемде жаңа үлкен біздің басшылардың аттарымен айтап жатыр ғой, осындай ағымдар болды, осындай топтар болды. Тура сондай топтарды енді тура соны көшірмесек бір ауылдан да табады. Садуақасовшыл деп табады, Қожановшыл. Өстіп қазақтың бүкіл бетке шығарыларын, және оның идеясы ауылға дейін тарап кетпеу керек қой. Түп-тұқиянына дейін құрту керек. Осындай саясат қалай жүргізілді. Осындай мәселелерге байланысты енді Дерекшан теңіз жаңа сұрақ қойдыңыз ғой, зерттеймін дегенге. Ол мысалы президент архивінің тексеру комиссиясы деген комиссия болған. Соның фонды ашық тұр. Сол жерден де мысалы ұлттық қауіпсіздік комитетінің архивіне кіруге мысалы жас маманға айталық мүмкіндік болмаса, сол жерден де көп мына архивтердің әрқайсының бағыты әртүрлі. Мына біздің жас зерттеушілеріміз оны түсіну керек, әртүрлі. МВД-ға барып мысалы жеке адамдарға байланысты құжаттарды табады. Айталық президент архивіне барып қаулы, қарар, оның жүзеге асыруы, қалай бүкіл стенографиялық қаулылар, есептер, соның бәрін сол жерден мысалы тауып алады. Орталық мемлекеттік архивке барып бүкіл осы қоғамда болып жаңа ұйымдар тағы көп қой. Мысалы оқу орындарындағы айталық ағымдар, енді бұл жерде өте күрделі. Кеңестік қуғын-сүргін былай қарағанда бір топ интеллигенция деп айтуға келмейді. Бүкіл оқу орындарындағы бағдарламадан бастап қуғындалған. Сондықтан осы мәселенің бәрін мысалы орталық мемлекеттік мұрағатта табуға болады. Сіздің мына жердегі архивте біз құпиясыздандыру жұмыстармен айналыстық, онда Карлақтың бүкіл жаңағы Карлақтан өткен ұры, қарысы бар, басқасы бар түгел осы жерде тұр, мысалы архивтер. Оны қанша жыл бойы неге сақтап отырған белгісіз мысалы. Ұры қарылар кәдімгі. Біреудің қалтасын тонап кетеді, біреудің үйін тонап кетеді деген сияқты. Сондай құжаттарға дейін әлі. Енді ол мен ойлаймын, бір жағынан бұл кеңестік жасырын жұмыссыздықты жабу үшін. Ана жер кім енді ұры қары болады? Жұмыс жоқ, қаңғыбастар жаңағы қылмыстарға барады, ұсақ қылмыстарға. Ол деректі жапқан себебі кеңестік кезеңдегі жасырын жұмыссыздықты жабу деп мен өзім солай бағалаймын. Өйткені ол жердегі мысалы 32-ші жылы бүкіл осы Қазақстанның түрмелерін адам сыймай кетеді. Сонан жаңа жасы ұлғайғандарды, жеңіл қылмыс жасағандарды басқадай немесе босату, немесе жеңіл жаңа жазасын өтеуге ауыстыру деген мәселе көтерілді. Сонда қараңыз, сонда бүкіл қазақ жаңа қылмыскер сияқты. Ал оның ішінде тек қана қазақтар емес, басқа да өз ұлтының жаңағы ұлтына қарай қазақтар, айталық орыстар, украиндер, жаңағы ұйғырлар, басқа да аз ұлт өкілдері осындай қуғын-сүргіннен өткен. Осындай деректер әртүрлі архивтерден осылай тауып алуға болады, және де оны ғылыми айналымға оны көшіріп архивтен жариялай салған тағы да болмайды. Ғылыми тексеруден, ғылыми сараптаудан, ғылыми анықтама, ғылыми түсінік жасай отырып, оны ұсынған дұрыс. Өйткені жаңа тағы айтам, елдің бәрі тарихшы емес, қарапайым адамдар, мысалы Қазақстанның айталық, енді барлық қазақ халқы осы қуғын-сүргіннің әр семьяда қасіретінің таңбасы бар. Сондықтан бұл құжаттар кез келген адам алып қарастыруы мүмкін. Сондықтан ол адамдарға түсінікті болу үшін есімдерге, сол кезеңдегі терминдерге, болған оқиғаларға, қаулы қарарларға бәріне түсінік бере отырып, ғылыми сараптамадан өтіп жариялау керек. Енді біздің мына комиссияның жұмысының уақыты шектеулі ғой. Біз мүмкіндігінше үлгергенімізше шығарамыз. Ал енді оның қалғанын ары қарай зерттеушілерге жол ашылады деген өзімнің тағы да ойым бар. Рахмет. Осы ұлттық ортамызда осы көрме залы, яғни осы қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталық көрме залы, яғни өзіңіз сұхбат беріп отырған осы көрме залы 2017 жылы өзіңіз білесіз экспо кезде құрылды. 10 июньде. Осының ресми салтанатта сол тұсаукесеріне өзіңіз жұмыс атқарып отырған Еуразия ұлттық университетінің ректоры Ерлан Сыдықов ресми салтанаттың лентасын кескен болды. Содан бері міне сіздердің университетпен өзіңіз басқарып отырған отырар кітапханасы ғылыми зерттеу бөлімінің біз кішкене меморандумға тұрдық, біраз
біраз шараларға бір-бірімізге қатысып, кішкене рухани байланыс, сіздер мен біздер кішкене бір рухани байланыс жағы бар ғой, өзіңіз де біздің біраз шараларымызға қатыстыңыз. Біздің орталыққа сіз бұрыннан белсенді түрде қатысып жатқан құрметті қонағымыз ретінде, енді осы біздің ұлттық орталыққа айтар сіздің тілегіңіз. Енді қазақ руханиятына қосылған тағы бір үлкен мекеме ғой. Сондықтан тәуелсіздік алғалы осындай рухани мәдени саланың ілгері жылжуына, дамуына мемлекет тарапынан үлкен әрине қолдау, жаңа көзқарас оң болып отыр. Сондықтан сіз өзіңіз айтқандай бұл жерде кітап қорымен, жаңағы сіздердің мамандармен бірнеше рет кездесіп, әртүрлі жағдайда конференциялар, пікір алмасулар, сондай-ақ мына жерде мен бір-екі рет жастардың, біздің докторанттардың осы жерде бір шағын конференциялар, бас қосулар, семинарлар, ғылыми сондайларға қатысып отырдым. Сондықтан сіздердің құрылған орталықтарыңызға тек қана алдағы уақытта жұмысының ілгері жылжып, онан сайын көркейіп, кітап қорының, қолжазбалар қорының әсіресе көбейе түсуіне шын тілектеспін. Оны енді іздеп табу керек. Сондықтан қазақтың көп мұралар, мысалы өзіңіз айтып отырған Отырар кітапханасының алғашқы жаңа құрған, оның бүкіл деректерін жинаған профессор Тұрсын Құдагелдіұлы Жұртбай, сол кісі тіпті анау мамандарды жіберіп, қабірде осы 20-30 тағы да қуғын-сүргін кеңестік жүйенің әртүрлі саясаттарынан қорқып, кітаптарды, қолжазбаларды тыққан ғой. Осындай кітаптарға дейін алдырып жинаған сол кісі. Сол секілді, мен мысалы кейінгі кезде тоже енді бізде осы қолжазба, дерек, жалпы қазақ руханиятындағы мәселелермен араласып жүргендіктен, бүгінгі күні мешіттерде, әсіресе елді мекендердегі мешіттерде қолжазбалар өте көп екен, бар екен, бұрынғы кезде сақталып қалған. Ол көбінен ол жақта оқыла бермейді, мүмкін мұра деп өздері сақтап қойды ма. Сондайдың тіпті болмағанда көшірмесін әкеліп өздеріңіздің осы қолжазба қорын толықтырып, жаңағы мен айтып кеткендей бір дана, екі дана кеңестік кезеңде жойылып кеткен, цензурадан өтпей қалған, мұнда ең болмаса бір данасын көшірмесі болса да алып, соны толықтырып, мүмкіндік болса тым нұсқасын алып, солай кітап қорларыңыз толыға берсін. Мамандарыңыз, әсіресе маман керек кез келген салада мәселені терең қарастыратын, енді әсіресе осы ғылыми зерттеу, қолжазба, дерек, тарихи мынау мәселелерге көзқарастар қалыптастыруда мамандардың маңызы өте зор. Жақсы мамандар тілеймін. Талантты шәкірттеріңіз, мамандар көп болсын. Мемлекетіміз, еліміз тарапынан қазақ руханиятының өркендеп дамуына осылай мүмкіндіктер жасала берсін, және олай болады деп өзім сенемін. Рахмет тілегіңізге. Данагүл ханым, біздің осы ұлттық орталыққа алтын уақытыңызды бөліп, осы ат басын бұрып, бүгін бір сәлиқалы, бір сындарлы сұхбат бергеніңізге көп алғыс білдіреміз. Келесі сұхбатта жүздескенше аман, сау болыңыздар. Құрметті достар, біздің ұлттық орталығымыздың көрме залына келіңіздер, көріңіздер, бағасын беріңіздер.